Таңымыз бізді балаларды таңымыз мектепке апарудан басталады. Мектеп бізден бір 20 минуттай жерде болғандықтан жаяу жүргенде солай балаларды апарып тастаймыз. Әрі менің балаларым дайындық класста болғандықтан олар жолды білмейді, апарып алып келу керек, киіндіріп, шешіндіріп, кіргізіп, ішіне оқу құралдарын беріп, кіргізіп саламыз. Апайлары да бізді күтіп тұрады, біздсіз балалардың өзін жібермейді. Және менің баламның үлкені ұлым 5-те, қызым 3,5-да болғандықтан ол кішкентай, оған әзір үйретіп, көрсетіп, партасына отырғызып, сумкідегі заттарына дейін алып беріп кетем. Себебі ол менің соңымнан еріп шығып кетуі мүмкін. Ол себебі әзір кішкентайлау, 2 жыл қатар нулевойда бірге ағасымен жүре тұрады. Келіп, мінекей түскі астың қамына кірсеміз, түскі ас, соның заттарын дайындап, шайды қойып, ойыншықтарды өтірік жинап, тамақтарды жасауға кірісіп, шай қойып жатырмын. Оның жұмысқа кететін тамағы, өздерінің тамағы, атамның тамағы, соларды дайындап, ыдыстарды жуып тез-тез, бірақ өтірік айтпай қояйын, мен бәріне үлгермеймін. Сіздер камерадан көрмей жатқан бөлмелер бар, көрпелері бәрі асты үстіне көшіп жатқан. Но енді үлгергенімше жасауға тырысамын. Себебі менің одан да бөлек мына бандылар міне келді, оларға обедін беріп жатырмын. Тағы да 6 айлық балам бар. Сол 6 айлық баланы ауаға шығарып қойып, оны еміземіз да, сместе береміз. Емізуге де уақыт кетеді ғой. Сол сместе беріп, тез-тез шайқап, атасына беріп, мен өзімнің басқа шаруаларыма қашып баратырмын. Алдыңғы 2 баланы мен 3-ке дейін емізіп едім. Бұл баланы солай жұмыс көптігінен, мынау қазір сіз тек менің көрпе тіккемді көріп жатсыздар. Жаз бойы менде 500 клубникам болды, 40 огородым болды. Соларымен де ауыспайтын едім, тіпті үйіме қарауға уақыт таппайтын едім. Олар арам шөбін жұлу, қарау, суару, атасы екеуміз соның соңында жүретін едік. Міне мынау арасында көрпе тігіп отқанда балдар сумкілерін ақтарып шашып үлгеріп жатыр, соларға ұрысып айқайлап. Сол осы жерде ұрысып татырым, сабақтарын оқы деп татырым. Тоқ машина тігу, жалпы тігу менің хоббиім. Бір көйлегім жатыр, өзім әдемі ұнаған матадан тіккен, оны да аяқтау керекпін. Осы арасында жүгіріп істеп алам, ато балдар мешайт етеді. Тек оған уақыт таппайым. Уақыт тапсам, тоқ машинаны ұстаған бойда әлгі балдар келіп, жіптерін шашып кетеді. Енді осы қазір не істеп жатырмын? Өзім басыма бейнеттілеп, химчисткіге бермей, химчисткі дұрыс жумайды деп, құс көпшіктерді өзім жуып бәленгін соны кептіріп жүрмін ғой. Осы қазір жерде давление болып, сол көпшіктердің құстың жынын, мамығын салып жатырмын. Ол мамықтар ұшып, бетіме, мұрныма кіріп, арасында кеппей қалған екен. Қанша қойсам да неше күн соны байлап, кері қайтадан жартысын қалдырып кеттім. Себебі ылғал болса, ол истеніп кетеді деп. Ең дұрысы химчисткіге берген екен, олар ыссы сумен жуады екен. Мына жақта бандылар үйде бүлдіріп жатыр, мен клубника теруге келдім. Бұл клубника менің өзімнің кішкентай декретте отқан шағын бизнесім. Ол анау-мынау емес, мен бұларды Италиядан алдырғам, Европадан көшеттерін 200 мыңға бәрін алдырдым, 500 көшет. Соның соңында жүрдім жазда. Білмеген жерлерім болды. Жердің саздығына байланысты арасында жаңбыр көп жауған кезде тамырының шіріп кетіп, қурап қалған кездер де болды. Ол кезде 3 күн депрессия уайымдап, сосын қайтадан ол адам өлген жоқ, ниче мұрттарынан қайта өсіріп алам деп есімді жинап алдым. Сөйтіп, міне осы қазір мұрттарын теріп жүріп, арасында көріп қалып, жерге жапсырып кетіп жатырмын. Олар ылғал жерге. Мен міне солмен осы клубникаларымды жауып қойғаным, қара сеткімен қарғалар шоқып кетеді. Сауысқандар клубниканы теріп үлгермесең, олар сенен бұрын кетеді. Осылай клубника шоколадиді жасап, арасында кешке жақын YouTube каналыма осындай салаттар жасап кетем. Сол YouTube каналды жақсы көріп кеткенім соншалық, тіпті өзім бұрын жасап көрмеген салаттардың бәрін бірінші рет жасап көріп жатырмын ғой. Мен бұрын банкі бұрауды қақпағын білмейтін едім. Соны пысық көршім көрсетіп жіберіп, енді ол тіпті оңай болып кетті. Содан тоқтай алмастан жауып қоймай жатырмын. Бұрынғы көршімен 3 қап банка келіп қойдым, әлі де жабамын жібердім.
және салаттар мына YouTube Енді каналымда 2 ас қарауларыңызға қасық болады. Өте мына күшті шыққан. уксусты құйып жіберемін қазір. Әрі мен Қайнап жатыр. Енді бұл банкілерге маған құямын. үйдегілерге де жақсы болды. Бұрын бұндай банкі жаппайтын едім. Қыста бұлар енді рахатын көретін болды. Күніге 2 түйір банкіден жапсам да, сөйтіп уақыт тауып жауып кетіп жатырмын. Ақ көгершін, көгершін, қолғанат құс сен едің, бар кезіп қайт ел үшін, кең дүниенің көлемін. Әділеттің құсы деп көз алмастан жолыңнан, бақыт құсы болшы деп ұшырамын қолымнан. Ел тілегін алып ұш, адамзаттың бағышын, қара бұлтты жарып ұш, мұхиттың арғы жағына. Ел тілегін алып ұш, адамзаттың бағышын, қара бұлтты жарып ұш, мұхиттың арғы жағына. Ел тілегін алып ұш, адамзаттың бағышын, қара бұлтты жарып ұш, мұхиттың арғы жағына.